Сәлем баршаға, бүгін сіздермен жеті шелпек пісіретін боламыз. Осындай әдем болып піседі, үлпілдеп, жұмсақ болып піседі. Шелпегімізге артық заттың керегі жоқ, үйдегі бар нәрсені қосып істейміз. Барлық адамның үйінен табылатын заттар деп ойлаймын. Каналым ұнап жатса, рецептерім ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа рецептер менен күтіп қалыңыздар. Жарты литр сүт құямыз ыстық күйінде. Егер сүттеріңіз аз болса, қайнаған су құйсаңыздар да болады. Сары май немесе сұйық май құйсаңыздар болады. 1 шай қасық ас содасын, 1 шай қасық дрожж. Үйлеріңізде осындай жарамсыз болып қалған сары суы шығып кеткен айрандарыңыз болса, тастап жүрмеңіздер. Осыған керек болады. Әрине 1 шай қасық тұзымызды да ұмытпаймыз. Айранымызды құямыз. Құймасаңыздар да болады, өзі үлпілдеп піседі. Араластырып, аз-аздан електен өткізген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осындай аздап қолға жабысатындай етіп илейміз, жұмсақ етіп. Үстіне салофан кигізіп, үстін орап, жарты сағатқа ыстық жерге қоямыз. Үстінен жақсылап орап, жылы жерге қойсаңыздар, көтерілуіне 30 минут жетеді. Міне қамырымыз осындай болып көтерілді, оны 7-ге бөлеміз. Осындай зуаласын жасап, үстін жауып, жаюды бастаймыз. Домалақ етіп жаямыз. 7 шелпекті әр әйел адам пісіре білу керек деп ойлаймын өзім. Әркім әрқалай істейді оны. Менің рецептім осындай енді. Жайып болғаннан кейін осындай форма береміз, қолымызбен шымшып, әдемі болады. Шелпектерімізді осындай етіп сәндеп қойдық. Енді біртіндеп пісіреміз. Майымызды қыздырып, орташа отта пісіріп аламыз. Осындай үстінен басып тұрсаңыздар, үлпілдеп артыда пісетін болады. Осындай қызартып пісіріп аласыздар. Мен 7 шелпекті осылай пісіремін. Сіздер қалай пісіресіздер? Комментқа жаза кетіңіздер. Ұнаса лайк басып, подписка жасап, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Әртүрлі рецептермен бөлісе отырамын. Сіздермен болған Оғылжан. Назарларыңызға рахмет.